Тоқаев мырза, сізге үндеуім. Жуықта Путин келіп кетті. Келіссөздердің ішінде 3 орыс мектебі ашылу туралы сөз болды, сіз қарсы болған жоқсыз. Сондай сұрақ, қандай қажеттілігі бар? Онсыз да біз орыс тілді Қазақстанда тұрып жатқанымызды мен ылғи қайталап айтып отырмын. Ешқайда үлкен қалаларда қызмет алу бізде көп халық үлкен қалаларда шоғырланған. Халықтың көбі Қазақстан Республикасы бойынша. Қазақша қызмет алу мүмкін емес. Оны тек қана мәжбүрлікпен ала аласың. Кей кезде сол мәжбүрлікпен де ала алмайсың, айғай шумен де ала алмайсың, заңды айтқаныңмен де ала алмайсың. Қазақ тілінде қызмет жоқ. Сондай қазақ тіліне қарсылық 33 жылда жеткен жетістігіміз осы. Енді қараңыз, жалғыз Риддерде емес шығар, тағы да басқа қалаларда қазақ мектебі мүлдем жоқ, өзіміздің елімізде. Енді қазақылығы кішкентай болса да сақталған. Оңтүстікте сіз ұлттығымыздан айыру үшін енді соңғы деңгейде сол балаларға орыс тілінде балаларды оқытып, ұлтқа балта шауып отырсыз ба? Солай болып отыр ғой енді өзі де сайып келгенде. Орыс тілді Қазақстанда сіз оңтүстікте 3 қазақ мектебін ашпақшысыз. Соған сіз жол беріп отырсыз, орыс соны ашпақ тұр ғой, орыстың педагогтарын шақыруға. Соны Ғани Бейсенбаев па, мына білім ағарту министрі солай айтып отыр. Онда миссионерлар ғой келетін. Бізге орыс тілін насихаттаудың керек жоқ. Онсыз да қайталап отырмын, орыс тілді Қазақстанда өмір сүріп жатырмыз. Енді мына миссионерлар, мен солай ойлаймын, атаймын. Келе жатыр соңғы біздің қазақылығы сақталған өңірде қазақтылықтан айыру үшін. Басқа менің айтарым сөзім жоқ. Басым да ауырып отыр екен осы сөздерді айтқанда. Мінекей, Байқоңырда, біздің территориядағы Байқоңырда жалға берген. Бақтардан оқып отырмыз, қазақ тілі пәнін енгізуге бұғат қойып отыр. Ресейліктер бұғат қойып отыр. Сол Путиніңіз сіздің шақырған мінекей көрші мемлекеттің президенті. Өзінің мемлекетінде бірде-бір қазақ мектебіне жол бермей отыр. Енді осы Путин, мен жоқта қойдым өзімнің Facebook парақшамада, YouTube парақшамада. Айтып отыр, біз Александр Невскийді не үшін қастерлейміз? Ол Алтын Орда кезінде көмектесті, мұрындық болды. Біздің ең бастысы тілімізді сақтап қалуға. Тіліміз арқылы біздің ұлттығымызды сақтап қалуға сеп болды. Батыс конфликтермен болғанда соған мына тілімізге, ұлттығымызға балта шапқан еді, бірақ та Алтын Орда, енді Орда біздің аталарымыз. Олар қандай қатыгез болса да, біздің тілімізден айырған жоқ, ұлттығымыздан айырған жоқ. Соның арқасында біз мықты мемлекет болып отырмыз. Мінекей, шынымен де солай ғой. Сіз, Тоқаев мырза, неге сол Путиннан, әріптесіңізден, неге сіз алмайсыз үлгі? Неге сіз биылғы жылды халықаралық орыс тілі деп жариялап, неге сіз ұйым аштыңыз орыс тілін қолдауға? Неге сіз осы 3 мектепті ашуға тағы да қолдап отырсыз? Сіз өзіңіз туралы да ойламадыңыз ба? Билігіңізді қалай сақтап қаласыз? Мінекей, қарапайым мысал. 16 жылы жер митингісіне шыққан мыңдаған қазақтар.
кем дегенде 95% болды, 99% шығар. Мен соны сенімділікпен айта аламын. Өйткені Керекуде 50 адам шықтық, соның ішінде бірде-бір орыс болған жоқ. Орысы қалың Павлодарда. Қазақ мемлекеті, қазақ жері, мемлекеттілік қазаққа ғана керек. Соны айтып отыр Путин. Соны сіз қараңыз, сіз ұғыңыз, сіз өзіңіздің билігіңізге де балта шауып отырсыз. Тіл ең маңызды, ол ұлттықты да сақтап қалатын, ұлт арқылы мемлекетті сақтап қалатын. Ең маңыздыны сіздің әріптесіңіз Путин айтып отыр. Содан тым болмаса үлгі алыңыз. Президент мырза, жауап беріңіз. Не үшін сіз насихаттап отырсыз? Қазақ тілін емес, не үшін сіз насихаттап отырсыз? Орыс тілін өз мемлекетіңізде. Не үшін сіз бүкіл дүние жүзінде мемлекеттік тіл заңы бола тұрып, не үшін сіз осыны орыстанған, орыс тілді Қазақстанда, басқаша айта алмаймын, қабылдауға жол бермей отырсыз? Жауап беріңіз. Тоқаев мырза, жауап беріңіз. Роза Бейсенбай тегі Кереку қаласының тұрғыны, қазір Алматы маңайында жүрген.